Ұлттар лигасының жеребесі тартылды. Біз үшін тарихи Ұлттар лигасы, себебі өз тарихымызда алғаш рет Б дивизионында ойнайын деп жатырмыз. Қазақстан құрамасына, Қазақстан еліне жалпы Эрлинг Холланд, Мартин Эдегор, Давид Алаба сияқты футбол жұлдыздары келеді. Және былтырғы бір кекті қайтаруға жақсы мүмкіндік туындап тұр. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Бүгін Қазақстан құрамасының Ұлттар лигасындағы қарсыластары жайында айтамыз және әр құрама бойынша қысқаша ақпарат беремін. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Шексіз бонустар, үлкен көлемдегі кэшбэк және өте ыңғайлы қосымша іздеп жүрсіз бе? Мұның бәрін әдеттегідей достарымыз Теннисі кезеттен таба аласыздар. Қызық болса сілтемесін төменге комментарийге қалдырамын. Ал мен бәстігу пайда көру құралы емес, тек көңіл көтеру амалы екенін еске саламын. Қазақстан құрамасы өткен маусымдағы 2022 жылдағы сенсациядан кейін Б дивизионына көтерілді. Еске салайық, бұған дейін С дивизионында ойнадық бірнеше маусым бойы және ақыры сенсация жасап, өз тобымызда бірінші орын алып көтерілдік. Енді біз Б дивизионының құрамасымыз, бірақ ол жақта да осал құрамалар қатарындамыз. 4-ші себеттен ендік. Негізі әу баста біз 2-ші топта ойнауымыз керек еді. Англия, Финляндия секілді құрамалармен бірге өнер көрсетуіміз қажет болған, бірақ Ұлттар лигасының ережесі бойынша екі елдің ара қашықтығы тым алыс болса, келесі топқа түседі. Сөйтіп Қазақстан автомат түрде 3-ші топқа түсіп кетті. Англия мен Қазақстанның арасы тым алшақ болып тұр. Мүмкін Ұлттар лигасында тым болмаса футболшыларды әрі-бері ұшырып шаршатпайық деп қамын ойлаған шығар ұйымдастырушылар. Сонымен біз 3-ші топтамыз. Біздің топтың басты фавориті Австрия құрамасы. Қанша дегенмен бірінші себеттен келіп отыр. Және FIFA рейтингінде де біздің топтағы ең биік орналасқан құрама, олар 24-ші орында тұр. Австрия құрамасы әлем чемпионатында 6 рет ойнады. Бірақ соңғы рет сонау 1998 жылы. 1934 жылы жартылай финалға дейін жетті, 4-ші орын алды. Ал 1954 жылы Швейцариядағы әлем чемпионатында қола жүлдегер атанған. Еуропа чемпионаттарында 3 мәрте бағын сынады. 2008, 2016 және 2020 жылдары өнер көрсеткен. Соңғысында 2020 жылы олар плей-офф кезеңіне шыға алды. Бірақ 81-ші финалдан тоқтады. Ұлттар лигасы құрылғалы Австрия құрамасы А және Б лигаларында өнер көрсетіп жүр. Жалпы Б дивизионнан бастады. 2018-19 жылғы маусымда 3 командадан тұратын топта 2-ші орын алған. Одан кейінгі маусымда ақыры Б дивизионында 1-ші орын алды. Ол кезде Норвегия құрамасын артта қалдырған, сөйтіп А дивизионына көтерілген еді, бірақ 2022 жылы ол жақта сәтсіз өнер көрсетті. Хорватия, Дания және Франция құрамаларымен бір топқа түскен еді. Соңғы орын алды. Сөйтіп А дивизионынан Б-ға қайта түсіп отыр. Австрия құрамасының жұлдызы бұл сөзсіз Реал Мадрид қорғаушысы Давид Алаба. Дегенмен көп ойыншысы Германия Бундеслигасында ойнайды. Енді бұл да түсінікті. Австрия мен Германия өте тығыз байланысқан, тым жақын орналасқан. Көп ойыншысы да сол жақта ойнайды. Мысалы, Конрад Лаймер Баварияда, Марсель Забицер Боруссия Дортмунд сапында ойнайды, Кристоф Баумгартнер Red Bull Leipzig сапында өнер көрсетеді. Құрама аңызы саналатын Марко Арнаутович те әлі де ойнап жүр. Жасы 34-те, осы маусымда Интер сапында өнер көрсетіп жатыр. Әрине, Қазақстан мен Австрия арасындағы ойындар күзде болады. Оған дейін Арнаутович тіпті карьерасын аяқтап тастауы мүмкін, немесе құрамаға шартылмай қалуы ықтимал. Дегенмен дәл қазір Марко әзірше Австрия құрамасының шабуылшысы болып тұр. Біз Австрия құрамасымен 4 мәрте кездестік. 2012 жылғы Еуро мен 2014 жылғы әлем чемпионатының іріктеулерінде айналдырған 13-14 айдың ішінде 4 мәрте күш сынасып шықтық. Астана аренадағы 2 ойында да есеп ашылған жоқ, 0-0 және 0-0 есептері тіркелді. Ал сырт алаңда өкінішке қарай 0-2 және 0-4 есептермен жеңіліп қалдық. Былай алып қарасаң, Австрия қақпасына ешқашан гол соқпаппыз. 4 матчта 0 гол. Абат Айымбетов, Самародов, Бақтияр Зайнуддинов. Міне мотивация. Австрия қақпасына гол соғу керек. Айтпақшы, олар биыл жазда Еуропа чемпионатында өнер көрсетеді. Біздің топта 2-ші себеттен Норвегия құрамасы түсті. Эрлинг Холланд, Мартин Эдегор. Норвегия құрамасы десек, дәл осы 2 ойыншы еске түседі. Әрине, бірінші кезекте бұл дәл қазіргі киборг, терминатор, робот Эрлинг Холланд. Өткен маусымда требл жасаған алтын допқа басты үміткерлердің бірі болған Холланд Алматыға келеді. Холланд бұрын Қазақстанға келмеген, Қазақстанға қарсы ойнамаған, клубтық деңгейде де бізге қарсы ойнамады. Ал Мартин Эдегор бір мәрте Қазақстанға келді. Дәлірек айтқанда Ақтөбе қаласына. Ол Норвегия жастар құрамасы сапында Ақтөбедегі Қобыланды Батыр стадионында
Қазақстанның жастарымен күш сынасқан. Өкінішке қарай ол жақта 3-0 есебімен қонақтар жеңіске жетіп кетті. Мартин Эдегордың өзі сол кездесуде 1 гол соғып, 2 нәтижелі пастың авторы атанған. Біз енді Холланд деп жатырмыз, Эдегор деп жатырмыз, бірақ Норвегия құрамасы тек осы 2 ойыншыдан тұрмайды. Олардың сапында топ-5 лигада ойнайтын бір қатар футболшы бар. Мысалы, Бернлиде Сандер Берге, Боруссия Дортмундта Юлиан Рюерсен, Наполиде Лео Эстигор, Брентфордта Кристофер Айер секілді норвегиялықтар бар. Осы маусымда Ла Лигада 8 гол соғып тастаған Селта шабуылшысы Йорген Странд Ларсен де осы норвегиялық құрамада өнер көрсетеді. Және тағы бір ойыншы жайында айтқым келіп отыр, Манчестер Ситидің тағы бір ойыншысы. Бұл 20 жастағы талант Оскар Боб. Осы маусымда Манчестер Сити сапында барлық турнирде 15 матчқа қатысып үлгерді. Ньюкаслға қарсы кездесу естеріңізде ме? Манчестер Сити сол ойында 3-2 есебімен жеңген. Боб 90 минуттарда алаңға шығып, кездесудің бітуіне бірнеше секунд қалғанда Де Брюйнеден тамаша пас алып, қақпашыны алдап өтіп бос қақпаға гол соққан еді. Міне дәл осы Боб норвегиялық, және ол ертең күзде Қазақстанға қарсы ойнауы ықтимал. Негізі бірақ Норвегия құрамасы топтағы фавориттердің бірі саналады ғой, бірақ бір жолы болмайтын құрама. Дәл қазір алтын буыны бар, бірақ бұл буын ешқашан үлкен турнирлерге қатысып көрген жоқ. Әлем чемпионатында 3 рет бақ сынады, бірақ соңғы рет 1998 жылы. Эрлинг Холланд тіпті ол кезде дүниеге келмеген. Еуропа чемпионатында да бір мәрте күш сынасты, ол да сол баяғыда 2000 жылы. 24 жыл уақыт өтіп кетіпті. Ал былтыр 2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеуінде Испания мен Шотландияға жол беріп, өз тобында 3-ші орын алып қалды. Ұлттар лигасында да жол болған жоқ, яғни биыл жазда Норвегия құрамасын Еуропа чемпионатында көрмейміз. Негізі бұл құрама Ұлттар лигасын С дивизионында бастаған, өз тобының жеңімпазы болып көтерілді. Соңғы 2 маусым Б лигасында жүр. 2020 жылы Австриядан қалып қойып, өз тобында 2-ші орын алған еді. Ал 2022 жылғы маусымда Сербияны алға жіберді де тағы да 2-ші орын алып қалды. Қазір Норвегия құрамасы 44-ші орында тұр. Бұл командамен біз тарихта ешқашан кездесіп көрмегенбіз. Өте қызық текетірес болайын деп тұр. Ал енді топтағы 3-ші қарсыласымыз Словения құрамасы. Ескі жау атыспаққа жақсы. Біз өте жақсы білетін құрама. Себебі былтыр ғана Словения мен Еуропа чемпионатының іріктеуінде бір топта өнер көрсеттік. Өкінішке қарай бізді Еуропа чемпионатының жолдамасынан қаққан құрама. 2 ойында да өкінішке қарай жеңіліп қалдық. 1-2 есебі тіркелді. Әсіресе соңғы турдағы ойын, мәссаған біраз уақыт бойы жанкүйерлер бұл ойынды ұмыта алмайтын шығар. Словениялықтар бұған дейін Еуропа чемпионатында бір рет ойнаған, 2000 жылы 24 жыл бұрын өнер көрсеткен еді, содан бері іріктеуден өте алмай жүрген еді. Қараш, былтыр өтіп кетті. Өз тарихында 2-ші рет Еурода ойнайын деп жатыр осы жазда. 2002 және 2010 жылдары әлем чемпионатында ойнады, бірақ ол кезде топтан шыға алмай қалған. Словенияда атақтылардан кім бар? Бірінші кезекте әрине ойға Атлетико Мадридтің қақпашысы Ян Облак түседі. Одан бөлек Удинезеде ойнайтын Яка Биол мен Санди Ловрич бар, Петр Саянович деген ойыншысы Самдория сапында өнер көрсетеді, және Лейпцигтің шабуылшысы Беньямин Шешко бар. Негізі Словения сапында да Еуропаның мықты лигаларында өнер көрсететін ойыншы өте көп. Словения ұлттар лигасын С дивизионынан бастаған, ең алғашқы маусымда 2018-19 жылғы маусымда топта соңғы орын алған еді. 2020 жылы да С лигасында ойнады, ол кезде Қазақстанмен бір дивизионда жүрген, ол жақта бірақ бірінші орын алып, Б дивизионына ерте көтеріліп кетті. Өткен маусымда Сербия, Норвегия және Швециямен бір топта ойнап, 3-ші орын алды. Қалай дегенде де біз өте бір мықты топқа түсіп отырмыз. Жалпы ұлттар лигасының Б дивизионында Қазақстан оңай жеңе алатын ешкім жоқ. Матчтар биыл қыркүйек пен қараша айларында өтеді. Кездесулер Алматы қаласында болады, себебі Астана арена жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылады. Сондықтан алматылық жанкүйерлерге керемет жаңалық. Эрлинг Холланд келеді, Алаба келеді, Эдегор келеді. Жалпы топ-5 лигадан футболшы көп, оған дейін тіпті жап-жаңа жұлдыздар шығып қалуы әбден ықтимал. Бұл ұлттар лигасында әлем чемпионатының жолдамалары сарапқа салынады. Өкінішке қарай, бірақ Б, С дивизиондарына ол жолдама қарастырылмаған. Тек А дивизионының 4 жеңімпазы, өз тобының жеңімпаздары бұл жолдаманы сарапқа салады. Оларға әлем чемпионатының іріктеуінде 2-ші орын алған тағы 12 құрама келіп қосылады. Сөйтіп 16 команда өзара 4 жолдаманы тартысқа салады. Ал Қазақстан құрамасының бұл тұста әрине бірінші кезекте мақсаты ұшып кетпеу.
Б дивизионындағы орнын сақтап қалу. Қазақстан құрамасының соңғы ойындарына қарасақ, негізі мүмкіндік бар. Қиын, өте қиын. Бірақ әйтеуір қандай да бір ғажап дүние болып, сенсация жасап, Қазақстан тым болмаса 3-ші орын алса, оның өзі не тұрады, иә? Бұл негізі өте қиын топ. Магомед Адиев те жеребеден кейін осылай айтты. Ол тобымыз қиын болып шықты. Әр матчта бәсекелестікке төтеп беріп, жеңіс үшін ойнаймыз. Холланд, Алаба секілді әлемдік жұлдыздарға қарсы ойнағанда белгілі бір деңгейде жауапкершілік артылып, футбол жұртшылығының назарында болатынымызды түсінеміз дейді. Адиев солай дейді. Қиын топ екені сөзсіз. Соңғы орын алып жатса да, Қазақстан құрамасын ешкім сынай қоймас. Дегенмен жігіттер, тым болмаса 3-ші орын. Айтпақшы, 3-ші орын Б дивизионында қалады деген сөз емес. Қазір Ұлттар лигасының ережесі өзгерді. Егер 3-ші орын алсаң, төменгі дивизионда 2-ші орын алған құрамамен күш сынасасың. Сол жақта жеңіліп қалсаң, төменгі дивизионға түсіп қаласың. Қалай дегенде де әйтеуір барлық қарсыласқа күш көрсету қажет. Ал алда Ұлттар лигасының басқа матчтары бар. Плей-офф кезеңі. Наурыз айында Қазақстан құрамасы Еуропа чемпионатының жолдамасы сарапқа салынатын кездесулерді өткізеді. Алғашқы қарсыласымыз бұйырса, алғашқы қарсыласымыз дейік, одан кейін де болып қалатын шығар Грекия құрамасы. Олар жайында алдағы уақытта бөлек-бөлек ақпарат береміз. Бүгінге осы. Қазақстан құрамасы бұл топта нешінші орын алады деп ойлайсыздар? Қай командаға қарсы кездесуде сенсация жасау ықтимал? Өзіңіздің болжамыңызды, пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Видео ұнаса лайк басыңыз. Каналға жазылып қойды да ұмытпаңыз. Тезірек 8 мың жазылушыға жетейік. Сау болыңыздар.